Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей аниме өмір және бұл аниме шығар алдында сұмдық ажиотаж болғанын сіздер менен де жақсы білесіздер, және бүгін мен сіздерге мүмкін 2022 жылдың ең үздік анимесі Chainsaw Man, яғни шынжырлы ара адам жайлы айтатын боламын. Ал видео басталмай тұрып сіздерден Santa Fe арнасына тіркелулеріңізді сұраймын. Себебі жас автор сіздер көрген не көрмеген анимелерді қысқаша әрі қызықты және әрине түсінікті етіп сіздерге түсіндіріп береді. Мен өзім оның видеоларын көрдім, маған ұнады, сол себептен оны сіздерге ұсынып отырмын. Барлық сілтемелер астында. Сіздер Santa Fe арнасына тіркелген болсаңыздар және джем қосылған тост және шайларыңыз дайын болса, онда кеттік. Мен көптеген адамдарға қарағанда бұл анимені аса күткен жоқпын. Мен негізі басқа анимелерді күткен жоқпын. Сол үшін оның бірінші бөлімінің өзі менің миымды аралап, пәршесін шығарып тастады. Ең алдымен шынжырлы ара адам өзінің басқа сёнэндерге ұқсамауымен таң қалдырады. Оның сёнэн екені бірден білінеді, дегенмен ол отбасыдағы сол отбасының басқа мүшелеріне ұқсамайтын кішкентай бала секілді. Бір сөзбен айтсақ, ол дәл сондай, бірақ басқаша. Менің ең қатты таң қалдырған жайт ол анимедегі сурет стилі. Атмосфера сұр, қараңғылау, көңілді көтеретін позитивті түстерден құралмаған. Дегенмен анименің аты шынжырлы понилар емес, шынжырлы ара адам. Сол үшін осындай түстер анименің бар мәнісін жақсы ашатын секілді. Оған қоса анимеде барлық кадрларды әдемі салуға тырысқан, өтірік түстер коррекциясы арқылы нашар кадрды әдемі етіп көрсетуге тырыспаған. Адамдардың еңбектері әрбір кадрдан білінеді. Мысалы, Макиманың көздері мен қастарына қараңыздар. Көрдіңіздер ме, қандай детализация? Ал мына кадрда қаншама адамның жүрісі көрсетілген. Адамдардың барлығы бір уақытта қимылдауда, және бас кейіпкерлер ғана емес, фон және массовкада өте әдемі салынған. Ал мына кадрдағы соққыда бір сәтте 100-ден аса элемент қимылдайды. Не деген еңбек? Киімдердегі көлеңке мен қыртыстар ше? Бұл сіздерге Боруто емес. Одан бөлек анимеде кофе дайындау, тамақ әзірлеу, кір жуу сияқты істер өте тамаша және шынайы суреттелген. Сондай сәттер бізді аниме ішіне тереңірек енгізіп, кейіпкерлерге бір табан жақынырақ ете түседі. Жалпы кадрлардың сапасы ғана жоғары емес, кадрдағы объектілерді орналастыру, анимедегі сәттерді жан-жақты ракурстардан көрсету жағы да өте жоғары деңгейде жасалған. Егер байқасаңыздар, шынжырлы ара адамды көріп отырып, көзіңіз экраннан еш алыстамайды. Мен толық сеніммен айталам, бұл анимені көргенде сіз серияны паузаға қоймайсыз және басқа бағдарламаларға да кірмейсіз. Себебі кадрлар өте жиі ауысып тұрады, ал бір кадр ұзақ уақыт ауыспаса, демек қызықты диалог орын алып жатыр. Және анимеде әртүрлі деңгейдегі фан-сервис те бар. Оны әрине тек жапондар толық деңгейде түсіне алар. Дегенмен мына кадрдағы көліктер JDM фанаттардың көңілінен шығып, сол комьюнитидің ішінде жақсы әңгімелерді тудыратыны сөзсіз. Және Пауэрдің 02-ге ұқсауы, мен білмеймін кім-кімнен дизайн жағынан шабыт алғанын, бірақ Пауэрді 02-мен жиі салыстыруы, кейбір адамдардың оны тіпті 02-мен шатастыруы шынжырлы ара адам үшін өте жақсы. Себебі сондай жайттар адамдар арасында шынжырлы ара адамды жиі әңгімелер тақырыбына айналдырады және оның хайп трейніне тағы 20-25 шақырым жылдамдық қосады. Ал сюжет жағы ше? Бір жағынан оқиға желісінде сондай бір қатты ерекшелік жоқ. Қарапайым оқиға, яғни ерекше күшке ие бала, ол жын ұстайтын ұйымда қызмет етеді, жын өлтіреді. Осыған ұқсас сюжеті бар анимелер өте көп, бірақ шынжырлы араны басқаларға ұқсатпайтын оның бас кейіпкері Денджи сияқты. Себебі Денджиге басқаларды құтқару, әділдік, достық күші сияқты нәрселер аса қызық емес, бірақ ол армандауды және сол армандарды орындауды ұнатады. Сол армандарды орындау үстінде ол қызықты оқиғаларға түсіп қалып жатады, ал көрерменге Денджидің қызықты шытырман оқиғаларға түскені тіптен қызық.
және бұл бізді аниманың басты идеясына алып келеді. Ал басты идея ол арман және сол арманды орындау. Бұны байқау қиын емес, сіздер өздеріңізде осыны байқадыңыздар деп ойлаймын. Яғни әр кейіпкердің өз арманы бар, әр зұлымның, жынның, бөтеннің өз арманы бар. Мысалы, мына эпизодта жын Денджиге өз арманы жайлы айтады, және кейіпкерлердің армандары өзгеріп, жаңарып отырады. Бір кейіпкер өз арманын орындау жолында екіншісін өлтіреді. Яғни шынжырлы ара адам ол үлкен армандар соғысы десек те болады. Және манга авторын және соның туындысын адамдарға дұрыс жеткізе алған аниме студияға және сол студиядағы ұйымға көп рахмет. Себебі олар әрбір кейіпкердің мотивациясын тез әрі түсінікті жеткізе алған. Және күш жағын айтпасам да болмайды, себебі әзірше Денджи ең мықты болып көрінбейді. Одан да мықты кем дегенде 3-4 кейіпкер бар, және бұл өте керемет жайт, себебі Денджи Сайтама сияқты бәрін бір соққымен өлтіре бергенде, немесе Наруто сияқты бітпейтін Барион, Шарион режимдерін қолданғанда көп адамның анимеден тез іштері пысып кетер еді. Денджи әзірше ең мықты емес, оның әлі де ақырындап өсуге зор әлеуеті бар, және бұл тамаша. Ал менің өзіме кейіпкерлер ішінен Макима қатты ұнады. Демек саған да Макима-сан ұнайды ғой, иә, Денджи-кун? Өте ұнайды. Оның дизайны керемет, дауысы әдемі, және ол қырдың қызыл түлкісі сияқты өте қу. Ешкім оның мотивациясын, не қалайтынын және қандай арман жоспарлары бар екенін білмейді. Сол жағынан ол өте қызықты кейіпкер, және Кобэни-чан мен Арай-кун секілді статисттер де құр тұрмай оқиға желісіне жиі араласып, сюжетті қызықты қылуға өз үлестерін қосуда. Аниманың бірінші ғана маусымы шығып жатыр, және ол тіпті әлі аяқталған да жоқ. Бірақ менің жеке ойымша, шынжырлы ара адам ол 2022 жылдың ең үздік анимесі деген атқа әбден лайық, және мен енді ол аниманы міндетті түрде бақылауға аламын, және тіпті оның мангасын да оқитын шығармын. Неге оқымасқа? Ал сіздер не ойлайсыздар? Өз ойларыңызды міндетті түрде астына жаза кетіңіздер. Және Сентефи арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол жердегі видеолардан сіз өте көп қызықты ақпараттарды ала аласыздар, және де видеолардың өзі өте қызық. Бұл шындық, және сіздермен бірге болған аниме өмір. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сентефи арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.